сәлем достар, сіздермен бірге мен Жақсыбай. Иә достар, арнада көптен видео шықпай қалды. Не то что пранк, вообще видео шықпаған көп болды. Видео басталмастан бұрын тамақтарымды жинап алдыңдар. Өйткені бүгін сіздерде өте қызықты видео күтеді. Қандай видео десеңдер, пранк. Достар, мен өзімнің досыма пранк істеп болған кетіп қалуға қарап өтіңдер. Так, достар, в общем, сәлем. Видеоны бастайын деп жатырмық, точнее, пранкты бастайын деп жатырмық. Сағат деген қазір түнгі 11:30 болды. Сонда уақыт специально подобрали. Өйткені қазір түн, и менің жолдасым Айгерім. Мен анысып қойыңдар. И қасымда бала тұратын, билік қазір жылап жүрсе де кішкене андай реалистично болады да, кішкене сенетін болады. Пранк вот так заключается. Айкош қазір мен достарым звондайды. Көп адамға звондамаймыз, түн ғой, все-таки мазаламай қояйық, түн еще 2-3 досымызды звондаймыз. Бірінші Дархан деген досыма звондаймыз мен. Айкош звондайды. Алло, Дархан, сәлем. Бұл мен Айгерім, Жақсыбайдың әйелі. Жақсыбайға телефонды берші. Короче, сол пранкты өздерің интернетте көрген шығарсың. Мен бір инстаграмнан көріп қалдым. И басыма идея келді. Мен де сөйтіп түсірейінші. Менде әйелім бар, менде достарым бар. Және де өзім достарымды тексеретін боламын. Мені подставлять етіп жүре ма, мысалы, мені прикрывать етіп жүретін жерлерде мені прикрывать ете ма. И Айкошқа да қызық та тоже. Сол, в общем, сутті түсіндер ғой. Айкош қазір мен досыма звондайды. Телефон Жақсыбай қойшы, Жақсыбай айтты, саған кеттім деп. Сол уақыттағы менің досымның реакциясы. Қараймыз, как он отреагирует. Жақсыбай менде жоқ деп мен көтімді ашып тастаймын, нагло, или же мені стараться істемеген прикрывать етуге. Соны қарайтын боламыз. Так, достар, бірінші мен деген Дархан дейтін досым звондаймыз. Білесің ба не айтатын да? Білмеймін, Жақсыбай деген айтып, саған кеттім деп. Сосын бүйтіп айтып жүрші, чтобы Дархан вообще сенсін деп, чтобы серьезность, ситуацияның серьезный екенін білсін деп, бүйтіп айтып, Жақсыбай жаңа пиво ішіп алды деп. Жақсыбай пиво ішіп алды да кетіп қалды. Мен қайда барасың деп айтып едім, Дарханға қаратып, желательно қазақша сөйлеуге старайся, хорошо? Ол орысша сөйлесе, сен қазақша старайся сөйлесуге. Яма? Көрермендер қазақша. Қазақша сөйлес, зачем мне орысша, Айкош? Маған орысша не керек? Қазақша нагло сөйлесе бер, просто араластырып. В основном қазақша сөйлес. Все, давай. Звонда. Қазақша, орысша не керек оған? Қатырасың сен. Он знает, что я на русском языке. Қазақша сөйлесе бер, бәріміз бе? Он знает, не знает. Сен уайымдағанда, может, қазақша сөйлесетін шығарсың, все, кеттік. Блин, қасқанда өте ұйықтап жатырмын. Сағатта 5:30 жұмысқа баратын болған. Долби. Достар, солай, в общем, телефонды алмай жатыр. Сағат деген уже 12:15 қалып. В принципе, Дархан, бірақ мынандай кезде негізі Дархан ұйықтамайды, бірақ мүмкін ұйықтап қалған болар. Маған өзіме қызық бар ғой. Нагло Айкош бүйтіп телефонды бер де. Телефонды берші де, как будто ты ищешь меня, қызған бізде жүрген сияқты. Сен сезіп тұрсың, что что-то не то. Короче, телефонды Жақсыбайға берші деп айтты, короче. Запись посмотрим. Айбат қызыныш. Так, екі бала телефонды алған жоқ. Мүмкін қазір кішкенеген алатын болар. Надеюсь, бірақ ең қызық адамдар алмай тұрды ма? Дархан мен қалқаманның реакциясы қызық болды. Айбат дейтін дос бала тоже кішкентайымызда бірге жатыр. 4-ші класстан бастап па, 3-ші класстан бастап араласып келе жатыр. 15 жылдай сөйлесіп жатырмық қой енді. Оның реакциясы білмеймін қазір қандай болатынын. Ол кішкен подставлять етіп жүретін сияқты адам бағаздар. Білмеймін, мен вообще оралдамын. Айбат сына отырып кетіп қарайық. Надеюсь, Айбат саған сенемін. Алло. Айбулат, привет, это Айгерім. Это Жақсыбай жена. Этот Айбулат, можешь, пожалуйста, дать Жақсыбаю, а то он не берет трубку, у него телефон выключен. Он просто только что дома пиво выпил и сказал, я Айбулат идет, но уже час, полтора часа. Через сколько примерно? Если полчаса телефон выключен. А вы где? Нет, вы где сейчас? В подъезде? А ты не в подъезде с ним, что ли? Нет, он сейчас рядом, да? Тебе говорит?
Айболат, красавчик, базар жоқ, прикрыл да. Давайте теперь сразу ЖК звонда, потому что группа жазып жүрмін. Жақсыбай қайдасың, әйеліңіз деп отыр деп. 8-7-6. Сексен 8. Анда. Айболат, базар жоқ. Менде телефон сынып тұр ғой қазір. Громко қой. Знаешь, Жаксыбай, это очень плохо. Нормально. Дос болғасын, дос болу керек. Уайымдап тұрған. Алло. Привет, как дела? Не узнал, что ли? Айгерим. Айгерим. Жена Жаксыбая, Жека, ты чё? Нет телефона, этот танымайсың ба? Не издеваться. Не майысып Айболат звондап жатыр. Айта берейін сонда да. Айболат айтып жатыр Жақсыбай қасында ма деп. Алло. Да. Да, мен. Вы где сейчас? Вы где сейчас? Жака. Я вообще не понимаю, вы что, издеваетесь? Только что же Жаксыбай ушел 1,5 часа назад. Но дома он уже был выпивший. Алло. Он сказал, что он с Айболатом пошел к вам, что ли, я не знаю. Вы сейчас где? Ни в Риме, ни Жека. Точно? Короче, я не знаю, он ко мне не приходил, я знаю, что Сайбой. Сайбой? Ну, как? Это кто тебе сказал? Жаксыбай? Нет, вообще Сайбой звонит. Вообще Жак сказал, да, то, что я Сайбой. Ко мне не приходили еще. Просто у него телефон выключен. Уже быстрователь работает, телефон выключен, поэтому. У кого уже? Да. Ну, точно, да, не с тобой, просто вы как будто где-то сидите, вот какие-то звуки. Не, я сижу где-то, да, я сам сижу, отдыхаю. Здесь день рождения, ну, Жак не сомневаюсь точно, что тогда Жак со мной гуляем, да. Не все у нас будет, если я гуляю, я бы лучше отошел бы тогда. Это ж. А что, он так, Нет, прессовать шармок просто телефон выключил. До этого он был выпивший дома, выпил и ушел. Сказал Сайбулат. С Айбулатом сказал, нет, не был он с Айбулатом. Он сказал, я пошел к Айбулату, и, возможно, даже он у тебя. Просто Айбулат, не знаю, странный тоже. Через... Балдар ренжімеңдер. Сөзім ұят. Где дом солай? Дом солай жазды ма саған? Просто у Айбулата такой голос был, как будто сейчас потерянный голос полведа уже на звонке, поэтому я что-то беспокоюсь. Странно. Нет, он мне должен еще перезвонить уже через 10 минут. Ладно, хорошо, спасибо. Нет, вообще не ругались. Нет, ну ты же говоришь, что он своей булатом. Раз, вода мало, он на таре, жаль себя выберет, вот. Просто... Ага, да. Да, ну, что, да.
все. Уақыт жасап жатыр ғой. Айбат, Жека уақыт жасап жатыр. Что у меня? Уақыт жасап жатыр ғой. Жека уақыт жасап жатыр, түсіндің бе? Айбат мені тауып алсын деп уақыт жасап жатқан. Не, я просто сейчас переживаю немножко, поэтому... Давай, хорошо. Смотри, Жека жестко прикрывает Айбулата, а Айбулат телефон сөндіріп. Айбат телефон. Какие они прям сплоченные, смотри, а? За Жексыбай. Ужас, мен қорқайын дедім вообще, Жексыбай клянусь. Даже... Жексыбай говорит, 1,5 часа мне назад жазды маған. Я с Айбулатым деп. Ужас. Дос болғасы осындай дос болу керек қой енді. Ужас. Так, енді заңда кімге? Дарханға Еще звондашты? смотри, я пьяный, ведь еще вот эту мысль мою ловит, то, что 1,5 часа назад, я говорю, он был дома, телефон отключил. Я говорю, когда тебе писал? Ну, 1,5 часа назад тебе. Так, достар, сендерге айтайын дегенім, бұлай прикол ұстап қажеті жоқ. Негізі, жаңа осы видео түсіріп жатқан кезде мен өзімді біртүрлі сезініп қалдым, шынымды айтсам бар ғой. Потому что бұл жерде мен өзім достарымды сообщение жазып жатыр. Сообщение жазып жатыр, если что, мы были у меня в подъезде. Айбулат жазып жатыр, если что, біз деген менің подъездімде болдық дейді. Короче, мен окей де жазып жіберейін. Балдар әлі білмейді пранк не екен. Короче, достар, жаңағы айтқандағыдай, бұл пранк деген, беспонтовый пранк. Я балдарымды, өзімнің достарымды өтірікші алып қойдым. Олар деген мен үшін үйтіп алдап отыр. Я енді прикрывать етіп отыр деуге болады, потому что олар үшін мен де прикрывать ететін едім. Біртүрлі какой-то ішімде бір өкініш бар, что бүйтіп достарымды бір какой-то бір бала қылып қойдым. Балдарға айтатын, пацаны, не обижайтесь, так, ренжімеңдер, ертең видео шығады. Сондықтан ертеңге мен походу баня жағып, жақсылатып достарымды қарсы алатын шығармын. Егер де сол влогты көргілеріңіз келсе, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер, Жақсыбай сол влогты маған көрсетші деп. Сол кезде сендер достарының реакциясын көретін боласыңдар, Жақсыбай анау маған ағыл деген. Сол осындай достардың сендердің болғандарына тоже қалаймын. Арнаға тіркеліңдер, лайктарын басыңдар, комментарий жазыңдар. Өткені мен сендер үшін стараться еттім действительно. И және де өзімді тексеріп алдым. Блин, біртүрлі сезініп отырмын өзімді, ғой, десек қой.